Лабубу бүкіл әлемді жаулап алған ойыншық. Соңғы бір аптада барлығыңыз лабубуды толықтай зерттеуімді сұрадыңыздар. Әсіресе біреулер мені лабубумен ойнамасын деп айтқан соң. Так шынымен де лабубудың ішінде жын бар ма? Или болмаса камера бар ма? Әлде чип бар шығар? Мүмкін түнде тірілетін шығары? Басында ойбай лабубуды жақсы көрем деп адамдар шулап жүрсе, енді бәрі лабубуларын жыртып көріп, түнде тіріледі деп әртүрлі өсек тарап жатыр. Лабубу мейлі, ал лафуфу деген не? Ну давайте шындықтың көзін ашайық. Сіздер үшін өзімнің редкий лабубуымды құрбан еттім. Ішінде камера бар ма жоқ па деп жыртып көрдім. Так что видеоны соңына дейін көріңіздер. Сәлем, сіздермен Диана Кю. Лабубудың әлеміне саяхатымызды бастаймыз. Лабубуды Ка-син Лунг атты қытайлық суретші ойлап тапқан, яғни оның дизайнын сурет етіп салған. Тек 2019 жылы ғана Ка-син Лунг Поп-март дүкенімен келісім шартқа отырады. Сонда лабубу ойыншықтарын шығарған Поп-март дүкені. Қытайлық дизайнер ойлап тапқан, ал ойыншықтың өзі Францияда сатыла бастаған. Көбіңіз әйбей қытайский ойыншық әу-мәу дейсіздер. Жоқ, тағы да айтамын, лабубу Францияда шыққан. Кейін барып басқа елдердегі Поп-март дүкендерінде де сатыла бастады. Лабубу The Monsters коллекциясына кіреді. Яғни қазақша монстрлар дегенді білдіреді. Коллекцияның ішінде лабубу, спуки, зимомо, тикоко, пато ойыншықтары бар. Әшейін лабубудың өзінің бірнеше түрі бар. Кәдімгі брелок лабубу, мини брелок лабубу, гигант лабубу және лабубу коллаборациясы. Ал мыналар енді шығайын деп жатқан жаңа коллекция. Сүйкімдісін ай. Мендегі лабубу брелок лабубу. Мен оны ойнаймын деп алмадым. Сумкама іліп қоямын деп алдым. Так что маған лабубу ойнама деп айтпаңыздар. Айтқандай мойындай салайын. Менде лабубу емес, лафуфу. Оның не екенін әлі түсіндіріп беремін. Лабубу вроде 2019 жылы шықты, бірақ араға 6 жыл салып, енді атақты болып жатыр. Неге? Бірінші себеп ол Blackpink'тегі Лиза. Лиза өзі официально реклама жасамай жатып, фанаттар оның сумкасынан лабубуды байқап қалды. Вот, сол кезден бастап адамдар қызыға бастады. Бұл не? Мен де алғым келеді деп. Ал мына видео уже Лизаның лабубуға официально реклама жасағаны. Ішінде Зимомо да бар. Одан кейін лабубуды сумкаларына тағып алып, әнші Рианна, Дуа Липа және Ким Кардашьян да жүрді. Осыдан кейін лабубу вообще атақты болып кетті. Екінің бірінде лабубу. Әрі тиктоктағы анбоксинг видеоларда миллиондаған лайк жинай бастады. Бірақ бір жаман жерін айтайын. Адамдар сол бір штук лабубу аламын деп түннен бастап магазиннің алдында очередке тұрып алып жатыр. Бір-бірімен таласып, тіпті төбелесіп те жатыр. Соның кесірінен Поп-март дүкені бірнеше күнге жабылып қайттан ашылды. Енді бағасын айтайын. Поп-март дүкенінің өзінде бір штук лабубудың бағасы 15-20 мың теңге тұрады. Енді мына информацияны естіп, шок болуға дайын болыңыздар. Ең қымбат деген 3 лабубуларды айтып шығамын. 3-ші орында сәттілік тілейтін лабубу, бағасы 500 мың теңге. Және осы лабубу, бағасы 800 мың теңге. 2-ші орында космонавт лабубу деп айта салайын. Негізі оның аты Кайосама Сов бірдеңе в общем. Тілім келмеді айтуға. Бағасы болса 20 миллион теңгеден асады. Әлем бойынша тек 10 штук қана бар екен. Уже бәрі сатылып кеткен. Ал бірінші орында осы көк түсті гигант лабубу. Әлем бойынша тек 1 штук қана бар. 80 миллион теңгеге сатылып кеткен. Охо, ол ақшаға сарай сатып алуға болатын еді ғой. Лабубудан бөлек қазір лафуфу да өте атақты. Лафуфу деген ол просто лабубудың фейк варианты болды. Біздердің пиндоштан әр жерден алып жатқан арзан лабубулардың бәрі сол лафуфу. Менікі де лафуфу 3500 теңгеге алдым. Олардың түрлерін көріп күле бересіздер ғой. Өлең айтатыны бар, отыратыны бар, көзін жұмып тұратыны бар, күшік сияқтысы бар. В общем, көре беріңіздер. My bad.
Маған күнде жазасыздар: Диана, Лабубудың ішінде жын бар, түнде тіріледі деп. Түү жандарым ай, соған шынымен сеніп жүрсіздер ме? Мына қорқынышты Лабубулар шынымен де бар, бірақ бұны Хэллоуин мерекесіне арнап шығарылған коллекция. Ал мына біреудің үйіне келіп тұрған үлкен Лабубу болса, просто заказ келіп тұр ғой, қолындағы коробкада Лабубу тұр. Енді ішінен камера шығады деп жатсыздар. Неужели сіздерді алдау оп-оңай ма? Мына жерде жігіттің өзі видеоның соңында айтты: Лабубуды жыртып ішіне камера тығып қойған. Ал түнде тіріледі дегенге келсек, просто без комментариев. Ішінде жын жоқ деп ақталып отырғым да келмейді. Өйткені жынның жоқ екені айдан анық. Ал маған бәріңіз жазып кеттіңіздер, Лабубудың ішінде камера бар или чип бар деп. Сіздер үшін сумкама тағып жүрген Лабубуым еді. Қай жерінен бастаймыз? Бірінші артынан бастайық. Ойбай. Міне полностью қырықтым. И пока денесінде ештеңе жоқ. Мындай мочалкілер. Аяғын көрейік. Аяғында да ештеңе жоқ міне. Обалай. Екінші аяғын көреміз. Екінші аяғында да ештеңе жоқ. Так, енді қолын көрейік. Қолында да ештеңе жоқ. Екінші қолында көре салайық. Міне, екінші қолында да ештеңе жоқ. Енді басын көреміз. Лабубудың тек басы ғана қалды. Енді осының үшін көреміз. Камера бар ма, жоқ па? Ал важный момент. Басын ашып жатырмын. Пока что тек мочалкілер ғана шығып жатыр. Мочалка дейма, не дейтін? Бәрін аштым и демей қойын. Міне басында дым жоқ. Мынау уже Лабубудың міне түрі и басында дым жоқ. Өзі Лабубудың ішінде бірдеңе шықты деп айтып жатқандар, олардың барлығы фейк. Не үшін Лабубудың айналасында бұндай өсек тарап кеткен? Өйткені Лабубу қазір бүкіл әлемге хит болып жатыр. И постоянно сондай бір жерде бірдеңе қатты көтеріліп кете ма, хит бола ма, обязательно бір сондай өсек кетеді, хейт кетеді, әйтеуір сондай болады. Так что болды, ойларыңыздан Лабубудың ішінде камера бар, чип бар, немесе жын бар, түнде тіріледі деген нәрселердің барлығын шығарып тастасаңыздар. Сіздермен болған Диана Кю. Келесі роликте кездескенше. Алдымда қараңыздар, просто не болып кеткен, мынаны қараңыздар. Сұмдық.